Әдетте адамдар балық жегенде немесе малдың сүйегін кеміріп мүжігенде сүйек сынығы немесе қылтан тектес заттар тамаққа тұрып қалатын жағдайлар кездеседі. Ендеше, тамаққа кірген қылтанды қалай түсіруге болады? Мұның әдісі төмендегідей. Сойылған қойдың тарамысынан белгілі мөлшерде алып кептіріп, балғамен соқса ұсақ жіп талшықтарына айналады. Талшықты сілекейлеп жұтса жұтқыншақтың төңірегінде тұрып қалған қатты зат тарамысқа байланып түседі. Кейде өте кішкентай балық қылтаны тамаққа тұрып қалғанда бірнеше кесек құрғақ нанды жегізу арқылы да қылтанды ары қарай алып кетеді. Егер темір түйіршіктерін жұтып қойған болсаңыз, жусай аталатын екпе жуадан аз мөлшерде алып, жуып тазалап, бүтін қалпында суға қайнатып, жұмсартып жегізеді. Осылайша қолданғанда темір сынығы немесе тамаққа тұрып қалған қатты заттардың ұсақ түйіршіктері үлкен дәретпен бірге сыртқа шығады. Бұл әдіс жұтып қойған заттарды отасыз шығарудың оңай жолы ретінде қазақ медицинасында қолданылған көне тәсілдің бірі саналады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған көптеген құнды мәліметтер алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.